Бәріне сәлем. Жалпы Каспи мен бизнес жайындағы программа прорыв деп аталады. Жалпы общий 7 модульдан тұрады. Бірінші модуль жаңағы Каспи магазинді ИП-ні ашқаннан бастап от и до масштабқа шыққанға дейінгі жолдардың барлығы көрсетіледі. Екінші модульда продажаңыз арттырудың жолдары, оған қажетті инструменттер. Үшінші модульда осы инструменттердің барлығы, қандай сервистар бар, солардың барлығы үшінші модульда от и до айтылады. Төртінші модульда ниша туралы, жалпы қандай нишалар бар, нишаларға каждыйның өзінің қандай внимание обращать ететін аспектілері бар, осылардың барлығы төртінші модульда. Одан кейін бесінші модульда предзаказ, жалпы предзаказбен қалай жұмыс жасаймыз, осылардың барлығы бесінші модульда. Алтыншы модуль товарный знакқа арналған. Жетінші модуль жаңағы жабық категориядағы товарлар мен жабық брендтерді қалай ашамыз, осы жайында жетінші модуль. Бірінші модульға толығырақ тоқтала кететін болсақ, бірінші модульда жаңағы регистрациядан бастап ИП ашудан бастаймыз. Одан кейін сол ашқан ИП-міздің ай сайынғы оплаталары қанша және оларды қалай төлейміз. Одан кейін жаңағы біз Каспида ИП ашып жұмыс жасағаннан кейін обязательно упрощенный налогты ашамыз ғой, и оның обязательный налогы бар, 3%. Вот сол налогты қалай төлейміз, оның отчетін қалай тапсырамыз, осылардың барлығы көрсетілген. Одан кейін Каспи Payға регистрация жасап, 20 күннің ішінде магазинді ашып алу жолдары көрсетіледі. Қазіргі таңда Каспи осы магазинді ашу және де басқа да процесстер, осылардың барлығына жаңағы прям жіті көңіл бөледі. Сондықтан да оның өзінде, егерде сіз өзіңіздің туған туысқаныңыздан оплата қабылдап, немесе дұрыс оплата қабылдамайтын болсаңыз, 20 күнде магазин ашылмай қалуы мүмкін да. Ол жерде тағы да жаңағы бір ай попробуйте, 2 айдан кейін попробуйте деген сияқты жаңағы менеджерлар сіздерге хабарласуы мүмкін. Егерде барлығын дұрыс орындайтын болсаңыздар, 20 күннің ішінде уже сіздер магазиндеріңізді ашып алатын боласыз. Келесі бізде Қытай сайттарына регистрация. Бұл жерде Alipay 1688 және Taobao. Жаңағы Alipay'ды қалай толтырамыз? Alipay'ды дұрыс толтыру керек бірден. Егерде сіз бір жаңағы дұрыс емес ошибочно Alipay'дың үстінде жұмыс жасап қоятын болсаңыз, онда Alipay блокталып қалуы мүмкін да. Ол жақта мысалы мошенниктар бар болуы мүмкін деген сияқты лишний бір действие болатын болса, Alipay жақтан тоже ол қарап отырады ғой, барлығы тексеріліп. Сондықтан да егерде сондай дұрыс емес болып қалатын болса, бірден Alipay блокталып қалуы мүмкін да. Сондықтан да регистрациясын дұрыс жасау керек. Қытай сайттарына от и до тіркеліп, одан кейін жаңағы адрес доставки, каргоны да қалай толтырамыз, осылардың барлығы. Және Алматы қаласында біздің карго бар, олардың контактылары, мысалы сіздің қалаңызда қанша доллар, бізде қанша деген сияқты осындай выгодный варианттардың барлығы бірінші модульда көрсетілген. Жалпы бірінші модуль бойынша сіздер өздеріңізге қандай тиімділік выгода ала аласыздар. Бірінші модуль бойынша жаңағы толықтай Қытай сайттарына, бұл жерде основной жұмыс жасайтын осы 1688 Taobao болатын болса, прямой завод, фабрикалар отыратын жаңағы сайттар болып саналады ғой. Вот осылармен в основном жұмыс жасаймыз, осылар көрсетеді. Бірақ одан басқа да Poizon, Alibaba деген сияқты басқа да Қытай сайттары тоже дополнительно бонустан жаңағы сабақта болады. Ол жақтан да мысалы өзіңізге оригинал мировой брендтің товарларын заказ беретін болсаңыз, Poizon сияқты сайттардан, ал егерде жаңағы әйгілі мировой техника сияқты вот сондай автозапчасть сияқты заттарды заказ берем деген сияқты болсаңыз, онда уже оның барлығы Alibaba сайтында да. Вот осы сайттардың барлығы регистрациясы көрсетілген. Және де тағы бір үлкен плюсы, сіз осы бірінші модульдің арқасында өзіңіз жаңағы ИП-ның, налогтың отчеттарын өзіңіз тапсырып үйреніп, расходтарының барлығын өзіңіз төлеп, жаңағы ай сайын немесе каждый жарты жыл сайын бухгалтерға артық ақша
төлемейсіз. Қазіргі таңда мысалы ИП ашуын ашып алады да, ары қарай полугодовой отчет келген кезде отчетін тапсыру үшін немесе жаңағы оплаталарын төлеу үшін көбісі жаңағы бухгалтерлерге обращаться етеді, иә. Ал оның барлығын есептей беретін болсаңыз, тоже лишний расход. Сондықтан да оның барлығын өзіңіз жасап үйреніп аласыз бірінші модульдан. Менің жаңағы шәкірттерім кейстарды қарайтын болсаңыздар, дұрыс магазиннің ашылу жолын білгеннің арқасында 20 күннің ішінде бірден жаңағы магазиндері ашылады. Мысалы, вот сразу Айгерім сразу ашылды деген сияқты, қосылды деген сияқты, ура деп көбісі сразу магазиндері ашылады. Өйткені біз оқуды бастағаннан бастап жаңа Қытай сайттарымен жұмыс жасаймыз, ары қарай товар заказ беріп бастайды, и адамдарда қорқыныш болады да, мүмкін мен барлығын алып алып, магазинім ашылмай қалса қайда сатамын оның барлығын деген сияқты. Сондықтан да қорықпасаңыздар болады, заказ беріп, ары қарай уже товарларыңыз келеді, магазиндеріңіз 20 күннің ішінде уже ашылатын болады. Екінші, жаңағы Каспи кабинетке обзор. Егер де сіз жаңағы Каспи магазинінің ішінде жұмыс жасап жүрсеңіз, онда жақсы. Ал егер де новичок болсаңыз, осы екінші модульдің арқасында сіз қай жерде Каспидің интерфейсінің ішінде қай жерде не орналасқан, накладнойды қалай шығарасыз, жаңағы доставкалардың өзіңіз қалаңыз бойынша доставка жасаған немесе замлерге өткізген деген сияқты, осылардың барлығының қайсының қандай артықшылығы бар, қайсында қанша шығын кетеді деген сияқты детально осы екінші модульда, екінші модульда көрсетілген. Ол жерде тағы да сіз Каспи кабинетіңізге полностью настройка жасап үйренесіз, одан кейін қажет жағдайда басқа да сотрудниктар, менеджерлар қосып үйренесіз. Сотрудник қосқан кезде уже дәл сіз сияқты Каспи кабинеттің ішіне кіріп, қажет болған жағдайда накладнойларды шығарып, немесе жаңағы товар қосу керек болса, товар салып Каспиге деген сияқты сол жұмыстардың барлығын менеджерда атқарып отыратын болады. Және екінші блокта бұл жерде возвраты бөлімі, жаңадан түскен жаңағы возврат болады ғой, мысалы товарды жіберіп, возврат болған жағдайда ол жаңадан түскен заявкалардың барлығы қай жерге келіп түседі, одан кейін оны не істеу керек деген сияқты, қандай товарларды возврат болған жағдайда өзіңіз алып кету керек, и потом жаңағы возврат болған товарлардан қорықпау керектігін туралы олардың барлығы жаңағы бизнес процесс ретінде қарау керек. И одан кейін оларды жаңағы сіз әкелгеннен кейін ол товарлармен не істеуге болатындығы осы екінші блокта көрсетілген. Үшінші блокта жаңағы товарларды қалай қосасыз, жаңа товарларды қалай создавать етесіз деген сияқты, новый размерін, расцветкаларының барлығын қалай қосу керектігін осы общий екінші модульдан сіздер үйренетін боласыздар. Үшінші модульда качество работы, осы жылдың 25 жылдың жазынан бастап именно осы 4 критерийға аса мән береді Каспи, и осы 4 категорияның біреусі болсын азайып кететін болса, магазиніңіз жаңағы блокқа кетуі мүмкін да. Сондықтан да осы 4 категорияға біз аса мән беріп, оларды всегда қадағалап отыруымыз керек. Но енді, конечно, неше түрлі жағдай болады, мысалы товарыңыз клиент түрлі отзыв қалдыруы мүмкін, оның біріншісі жаңағы отзыв қой, рейтинг, одан кейін отзыв, рейтингті қалай 5 звездочкаға дейін жеткізу керек, сол айтылады. Екіншіден отзыв, егер де клиент негативный отзыв қалдырған болса, вот осы негативный отзывтармен қалай жұмыс жасаймыз, немесе жаңағы товарыңыз бүлініп қалған жағдайда, вот осындай жағдай кезінде егер де клиентке товарыңызды жіберіп, жолда егер де товарыңыз бүлініп, оған ол үшін мысалы жауапты замлер болатын болса, сол сіз өткізген склад, вот солардан Каспиден қалай компенсация алу керек. Егер де товарыңыз, сіз жіберген товарыңыз жоғалып, немесе оған повреждение болатын болса, осындай товарларға қалай компенсация алу керектігі, немесе жаңағы түрлі спорный жағдайлар болған кезде, вот осылай спорный жағдай кезінде сіздің рейтингіңізге әсер етпейтіндей оны қалай шешуге болады, немесе жаңағы үшіншіден товарыңыз кешігіп келген жағдайда, Қытайдан кешігіп келуі мүмкін, вот осындай Қытайдан кешігіп келген жағдайда
сіздің атыңыздан жиі отмена болуы мүмкін да. И ондай отмена кезінде тоже сіздің рейтингіңізге әсер етеді. Вот осындай егер де қолыңызда товар жоқ, бірақ оған заказ түсіп қойған жағдайда қандай әрекет жасау керек деген сияқты, немесе кешіктірулер болған жағдайда не істеу керек деген сияқты түрлі лайфхактар рейтингті түсірмес үшін осы 1-3 модульда көрсетіледі. Осының арқасында 1-3 модульдің тиімділігінің арқасында өзімнің шәкіртім Жадыра комментарий жазып қалдырған, возвраттардан қорықпай, олардың барлығы бизнес процесс ретінде оған қарап, олармен дальше жұмыс жасауға болатындығы жайында, және сол повреждение болған товарға компенсация алуға заявка жіберуді үйреніп алғандығын жазып қалдырған. Осының 1-3 модульдің көмегімен сіздер жаңағы магазиндеріңіздің качествосын, жаңағы рейтингін жоғары ұстап, магазиндеріңіздің блокқа кетпеуінің жаңағы алдын ала аласыздар. Келесі 2-ші модуль бізде продажаны өсірудің жолдары. Бұл жерде жаңағы магазиннің аты да үлкен роль атқарады, одан кейін товардың инфографикасы, самовыкупты дұрыс қалай жасау керек, сізге жаңағы менеджерлардан предупреждение келмейтіндей, одан кейін жаңағы сіз танысыңызға айтып, ол отзыв қалдырған күннің өзінде кейде шықпай қалуы мүмкін, вот осындай жағдай болмас үшін қалай не істеу керек деген сияқты. И жаңағы қосымша Kaspi Pay'дің ішіндегі бар функцияларды қалай дұрыс қолдану керектігінің барлығы осы 2-ші модульда көрсетілген. Бұл жерде жаңағы экспресс доставканы қалай қосамыз, бонусы от продавца, бонус за отзыв деген функциялармен қалай жұмыс жасаймыз. Одан кейін самый главный бұл жерде сіздер Kaspi-ға кірген кезде, мысалы кез келген бір товарларды қараған кезде төбе жағында реклама деп көрініп тұрады, товарлардың ешқандай рейтингі жоқ болса да. Вот сол рекламаны қалай қосамыз, және оның сізге бюджетіңізге жаңағы минус әкелмейтіндей оны қалай настройка жасау керек, осының барлығы 2-ші модульда көрсетілген. Осы реклама, яғни маркетинг, самый главный жаңағы инструменттердің бірі Kaspi-дағы. Егер де оны Kaspi-дің өзінің подсказкасы көрсеткендей қосып қоятын болсаңыздар, ол сіздерге күнделікті үлкен шығындар әкеліп тұруы мүмкін да. Сондықтан да оның да өзінің құпия фишкалары бар. Дұрыс қолданудың арқасында аз расходпен-ақ үлкен жаңағы заказдар алуға болатындығы. Вот сол жайында үйренетін боласыздар. Және де тағы да продажаны арттырудың жолы, сіздер Kaspi-ді сатып бастаған кезде түрлі юридический организациялар, яғни мысалы банк, немесе кез келген орындар, мысалы кәсіпорындар сіздерге хабарласып, біз Kaspi-дан тікелей сатып заказ ете алмаймыз, сіздер жаңағы счет фактура деген сияқты қажетті документтерді көрсете аласыздар ма деп, мысалы сіздерге хабарға шығуы мүмкін да. Вот сол кезде сіздер қандай документ керек, оларды қалай толтыру керектігін білетін болсаңыздар, сіздер осы юридический организациялармен жұмыс жасауға мүмкіндіктеріңіз болады. Және де олар в основном заказ берген кезде 1 штук, 2 штук қана емес, олар офисқа мысалы 1-20 штук алу мүмкін, немесе 1-5 штук алу мүмкін деген сияқты. Вот көп алады, даже киімнің өзін мысалы тимбилдинг деген сияқты болған кезде 1-мысалы 10 толстовка, немесе 50 толстовка деген сияқты алу мүмкін. Сондықтан да вот түрлі жағдайлар болады. Егер де сіз олардың барлығын біліп дайын болатын болсаңыздар, ол сіздің продажаңызды арттырады. Вот 2-ші модульдің көмегімен өзімнің шәкірттерім Сымбат және Қолғанаттың жазған отзывы бойынша ол 3450 теңгені құртып, маркетингтің құпия фишкасының арқасында 3450 теңгені құртып, бір айда 273 мың теңгеге продажа жасаған. Вот, егер де дұрыс тиімді түрде қолдана алсаңыздар, 3000 теңге, 3,5 теңге құртып, 280 теңгеге сауда жасауға болады. Келесі бізде 3-ші модуль, жаңағы именно осы магазиніңізді продажасын арттыруға және оны топқа шығаруға көмектесетін инструменттер. Ең алғашқы бұл жерде сервистар және олардың функциясы, бағасы, осылардың барлығы көрсетіледі. Жұмысқа қажетті сервис боттардың
олардың каждыйының артықшылығы, бір-бірінен айырмашылығы қандай, және олардың бағалары қандай, осылардың барлығы салыстырмалы түрде көрсетілген. Және сіздерге өзім қолданатын боттардың барлығын көрсететін боламын. Түрлі скидка промокодтардың көмегімен өздеріңізге тиімді жаңағы варианттарды алатын боласыздар. Және осы үшінші модульдің көмегімен жаңағы аналитика жасап, самый главный ключевой фактор осы жерде ғой. Каспимен жұмыс жасағанда бұл аналитика, осы үшінші модульда полностью жаңағы быстрый продажи деп жатады ғой, вот быстрый продажыға қалай аналитика жасайды, өзіңіздің товарларыңыз, мысалы жеке брендпен шығарған товарларыңыз болса қалай аналитика жасайды, осылардың барлығын ручной аналитика немесе осы сервистар арқылы қалай аналитика жасайтындығын үйренетін боласыздар. Және юнит экономика, яғни таза пайда, сіз товарды сатқан кезде от и до қалай есептейді, оны Excel таблицасы да бар, готовый. Сіздер жаңағы товардың бағасы мен оның себестоимостын және весін көрсетсеңіз болды, сізге таза пайда қанша есептейтіндігін көре алатын боласыздар. Осы үшінші модульді үйреніп алатын болсаңыздар, сіздер дұрыс аналитика жасап үйренесіздер. Аналитиканың көмегімен сіздер әкелген товарларыңызды қанша штук әкелген кезде ол қанша уақытта сатылып кететіндігін сіздер уже товарым өте ма, өтпей ма деп отырмай, конкретно уже осынша әкелген кезде осынша өтеді деген сияқты сіздерде уже расчет болатын болады. Сондықтан да аналитиканың самый маңыздылығы осыда да. Сіздер уже ойланып, күтіп отырмайсыздар, бұл өте ма, өтпей ма, қашан өтеді деген сияқты сіздер уже нақты білетін боласыздар. Осынша әкелем, осынша өтіп тұр деген сияқты сіздерде уже дайын түсінік болатын болады. Вот үшінші модульдің көмегімен өздеріңізге дұрыс аналитика жасап, өздеріңізге өзіңіз пайда табатын жаңағы нишаларды таңдауды және оларды тексеріп, дұрыс пайданы есептеуді үйренетін боласыздар. Вот осы үшінші модульдің көмегімен кейстарды қарайтын болсақ, қыздар магазины ашылғаннан бірінші күннен бастап жаңағы товарларын продажаға қояды. Қойғаннан бастап сразу оларда уже заказдар түсіп бастайды да. И әкелген товарлары бір аптаның ішінде уже сатылып кетіп отырады. Вот қыздар қосыла сап уже жаңағы кейде болып қалады, орайтын заттары дайын емес, оларға уже продажаға шығара сап заказ түсіп қояды. Вот осындай жағдай. Келесі бізде төртінші модуль ниша. Яғни ниша дегеніміз не, оны қалай таңдаймыз, қандай нишалар бар детально, қандай нишаларды сатуға болады, қай кезде қалай дайындалу керек, осылардың барлығы төртінші модульда көрсетілген. Нишаның да дұрыс дайындалудың арқасында вот қыздар бірнеше күннің өзінде уже 3 күн магазиндерін ашыласап, 3 күннің өзінде уже 200 мыңнан астам жаңағы продажа жасап отыр. Осы 5-ші модульда предзаказ қалай жұмыс жасайды, оның артықшылықтары, қалай жұмыс жасау керек предзаказбен, программалар арқылы немесе Каспидің ішінде қалай жұмыс жасауға болады, одан кейін қандай товарларды сатқан тиімді, басқа маркетплейстармен қалай жұмыс жасау керек предзаказ арқылы деген сияқты. Осы 5-ші модульдің арқасында толықтай предзаказ арқылы қандай товарлар сату керек и және онымен қалай жұмыс жасау керектігін сіздер толықтай үйреніп шығасыздар. Предзаказ дегеніміз, егерде үйреніп алатын болсаңыздар, бұл бір азарт сияқты да. Егерде жаңағы сіздер аналитика жасауды білетін болсаңыздар, одан кейін нишаны дұрыс таңдап білетін болсаңыздар, уже ол товарлардың барлығын сіз бірнеше көп товарды жаңағы предзаказ арқылы сатылымға шығара берсеңіздер болады да. Мысалы, бұл жерде Аружан магазины ашылғанына 2 апта уақыт болған, бірақ соның өзінде жаңағы сезонный товарға, сезонный нишаға ерте дайындалып кірген, и соның көмегімен оған бірден 89 заказ түскен, и осы 89 заказын обработка жасып үлгермей жатып, толықтай Аружанның кейсін қарайтын болсақ, ол жаңағы заказының саны 300-ге дейін жеткен да. Бұл жаңағы сезонный нишаға ерте дайындалып, дұрыс аналитика жасағанның көмегімен вот осындай предзаказға заказ өте көп түседі негізінде. Вот екінші шәкіртім тоже жаңағы магазинін ашқанына бірнеше уақыт болған күннің өзінде 12-13 күннің арасында, 13 күн, 2 апта деңізші, 2 аптаның ішінде уже 500 мың теңгеге продажа жасап үлгерген. Бұл жерде айтып отырғандай, әлі де доставкада 15 товары бар, и еще жаңағы предзаказда түскен заказдары да бар да. Сонда
почти уже 2 аптаның ішінде магазин ашылғаннан кейін 1 миллионға оборот жасап отыр, продажа жасап. Келесі модуль бізде товарный знак. Қазіргі таңда Instagram, TikTok'ты қарасаңыз, барлығы өзінің жеке брендін, жеке товар шығарып, сатуды қолға алып жатыр да. Мысалға алатын болсақ, шампунь, SPF, немесе жаңағы помада, румяна деген сияқты түрлі товарлар шығарып, мысалы Инстаграмда блогерлардан да көріп жатырмыз, мысалы өзінің жеке брендін шығарып, сол жеке брендімен товарлар шығарып сатып жатыр. Вот осы дүние Каспида да жұмыс жасап, 2025 жылдан бастап, бұрындары да, конечно, болған, бірақ осы 2025 жылдан бастап өте қарқынды дамуда. Қазір көбісі мировой брендтерді ашып сатқанға қарағанда өзінің жеке брендімен товар шығарып, оны жаңағы алдыға қарай продвигать ету дейді ғой, вот алдыға қарай жылжытудың жолдарын қарастырады, соны қолға алады. Әрине бір қарағанда өзіңнің брендіңмен, өзіңнің атынан товар шығару деген сияқты өте қиын, сондай қолына келмейтін дүние сияқты көрінуі мүмкін да, бірақ оның барлығын пошагово қалай жасау керек деген сияқты оның барлығын сіз білетін болсаңыз, оның барлығы қиын емес дүние. Елдің барлығы істеп жатқан, қолынан келіп жатқан дүние, жалпы сіздің де қолыңыздан келеді, оны істеуге мүмкіндік бар. Тем более қазір дамыған, барлығы оңай, мысалы сіз оны әкеліп, оның барлығын қолыңызбен өзіңіз жасап отырмайсыз, немесе ол үшін Қытайға обязательно барудың да қажеттілігі жоқ, сіз тек қана осы смартфонмен, телефонмен, Қытай сайттарымен дұрыс жұмыс жасауды білу арқылы олардың барлығын қолыңызға алып, жаңағы дамытуға болады. Полный товарный знак дегеніміз не, оның артықшылығы қандай класстары бар, қалай тапсыру керек, қандай расходтары бар деген сияқты осылардың барлығы 6-шы модульда қарастырылған. Осының көмегімен сіздер өздеріңізге товарный знакқа тапсырып, личный брендіңізді дамытуға мүмкіндігіңіз бар. Вот Мадина деген шәкіртім тоже осыны қолға алып, қазіргі таңда личный брендпен товарларын Каспида сатуды қолға алған, және қазіргі таңда өте жақсы қарқынды сатуда ол товарларын. Өйткені жеке брендпен сатқан товарларда сіз жалғыз продавец болып қана өзіңіз сатып тұрасыз, басқа продавец уже ол карточкаға сіздің товарыңызға қосыла алмайды да. Соның көмегімен ол жерде уже демпинг болмайды, яғни баға түспейді, сіз фиксированный қандай бағаны сіз көрсетесіз, сол бағада ғана өзіңіз сатып отыратын боласыз. Ал егерде сізде жаңағы товарный знак болмайтын болса, сіз новый бір карточка создавать етіп, оған мысалы рекламаға ақша құртасыз, жан-жақтан ол товарды продвигать ететін болсаңыз, и потом оны басқа да продавецтер көреді, мысалы жақсы өтіп жатқан түрлі аналитика жасау арқылы көретін болса, байқайтын болса, уже сол карточкаға уже қосыла беретін болады да. Егерде бірнеше продавец уже қосылатын болса, ол товардың бағасы уже түсіп кетеді да, мысалы пайда әкелмейтін карточка болуы мүмкін. И вот сіз каждый раз сондай әрекеттер істей беретін болсаңыз, оның барлығы ертеңгі күні сіз бірнеше уақытыңызды құртасыз, мысалы ақшаңызды құртасыз рекламаға деген сияқты, оның барлығы ертең нольге әкелетін болса, тоже лишний расходтар. Сондықтан да егер сізде товарный знак болып, сіз өзіңіздің карточкаңызды продвигать етіп, и ол карточкада жалғыз өзіңіз продавец болатын болса, сіз ол товарды жылдар бойы сатуға мүмкіндігіңіз бар. Келесі соңғы модуль біз екіге бөлінеді, 7-1, 7-2 модуль деп. 7-1 модуль бұл жерде закрытый брендтерді ашу жолдары. Яғни закрытый брендтердің именно мировой техникалардың көбісі қазір басқаша жаңағы услуга ретінде ашылады, отдельный ақша төлеп ашылады, олардың көбісі ашып беретін кісілер бар оны. Ал егерде техника емес, басқа да заттар бар ғой, мысалы киім, аяқ киім деген сияқты, ол заттардың мировой брендтері мысалға алатын болсақ, Michael Kors, Tommy, Adidas, Nike деген сияқты мысалы заттар, вот осындай мировой брендтерді Каспида сату үшін сіз бірден кіріп сата алмайсыз, олардың барлығы жабық тұр. Сату үшін сіз оларды қажетті документтерін көрсетіп ашып алуыңыз керек. Содан кейін ғана сізде оны сатуға доступ болады. Вот осы брендтерді қалай ашамыз, ал жаңағы техника сонда да сатамын, кіремін десеңіз, вот ол техникалардың барлығын қалай ашу керек, оларды жаңағы қайдан іздеу керек деген сияқты, вот осылардың барлығы 7-ші модульда көрсетілген, және бонуспен осы
американский сайттар, осы отдельный инстаграмда байер деп аталады ғой, вот осы байердің жұмыстарының барлығын сіз өзіңізде үйреніп алсаңыз болады осы 7-ші модульдің көмегімен. Яғни американский сайттарға тіркеліп, ол жақтан қалай закуп жасау және олардың барлығын қалай Каспиде сатуға болатындығының барлығы осы 7-ші модульда көрсетіледі. И ол жаңағы категориядағы именно аяқ киім, сумка деген сияқты заттар Каспида негізі бұл брендтерде өте жақсы өтеді. Өйткені инстаграмнан мысалы байер арқылы алдыруға болады, бірақ ол жерде адамда қорқыныш болуы мүмкін да. Мысалы ол байер инстаграмда ешқандай кепілдігі жоқ қой, мысалы ақшасын алып жоқ болып кетуі мүмкін деген сияқты, вот сондай қорқыныштар болады да адамда. Сондықтан да Каспида более сенімдірек да, заказ берді, алдырды деген сияқты ұнамай қалды ма, сразу возврат жасай алады. Екінші плюсы бұл жерде Каспидің рассрочкасы немесе кредит рет бар болғандығы. Мировой заттар бұндай бағасы қымбатырақ, мысалы 50 мың, 80 мың, 100 мың теңгеден жоғары болғандықтан рассрочкаға алған адамға жеңілірек та. Сондықтан да бөліп төлей салам деген сияқты адамда ой болады ғой. Осындай рассрочка болатын болса, адамдар көбінесе Каспидан тоже сол үшін де заказ береді. Екінші бізде закрытый категорияларды ашу. Сіз опять же Каспиға кіре салып, жаңағы категорияларға не кіреді? Мысалы детский товары, парфюм, косметика деген сияқты тағы бірнеше алтын, күміс деген сияқты товарлар бар. Осы жабық категориядағы товарларға сіз бірден кіріп, өзіңіз магазиніңізге продажаға қойып сата алмайсыз, өйткені олар категорияға жабық. Не үшін категорияға жабық десеңіз, өйткені адамның жаңағы терісіне, денсаулығына тікелей әсер ететін заттар болғандықтан оларды жаңағы қажетті сертификаты болу керек. Мысалға косметиканы адам бетіне жағады, мысалы ол аллергия тудыруы мүмкін. Ал детский товар, мысалы бутылка, соска, паяльник деген сияқты заттарды балалар қолданатын болғандықтан тоже сертифицированный заттар болу керек та. Сондықтан да оларды сіз сату үшін сізден қажетті документтер сұрайды. Вот осы 7-ші модульдің көмегімен жабық қандай категория бар, солардың кез келгенін сіз ашып алуды өзіңізге үйреніп аласыз. Ол жерде мысалы бір ғана БАДы, витаминді деген тоже адам ішіне қабылдайтын нәрсе ғой, денсаулығына әсер ететін зат. Мысалы БАДыдың өзін жалпы рынокта, инстаграмда болсын, OLX-тан болсын, Каспида категория ашамын деген адамдарды іздеп көретін болсаңыздар, БАДыдың өзіне как минимум 100 мың теңге немесе 150 мың теңге жаңағы услугаға алады ашып бергенге. Ал сіз осы 7-ші модульдің көмегімен БАДы, витамины да, косметиканың да еще бірнеше, ол жақта 18-20-дан көп подкатегориясы бар да, оның барлығы мысалы туш, помада, шампунь, SPF, крем, уходовый косметика, декоративный косметика деген сияқты оның барлығы бөлінеді ғой. Вот осы кез келген ішіндегі подкатегориясының барлығын, мысалы сіз услуга ретінде басқа кісіге аштыратын болсаңыз, оның каждый, мысалы бір туш пен помаданың өзі 30 мың теңге, 50 мың теңгеден жоғары сізге сұрауы мүмкін да. Егер де мысалы бірнеше подкатегорияны косметиканың ішінде аштырам десеңіз, 200 мыңға, 300 мыңға аштыруыңыз мүмкін да. Оның барлығы айналып келгенде тоже лишний расход. Ал сіз осы 7-ші модульдің көмегімен өзіңізге жаңағы БАДы мен косметиканың толықтай сізге сертификаттар, дайын сертификаттар беріледі. Уже өзіңізге оны ашып аласыз. Ал басқа жаңағы категорияларды қалай ашуға болатындығы схемасының барлығы көрсетіледі. Сол схеманың көмегімен кез келген жабық жаңа категорияның барлығын Каспида сіз өзіңізге ашуды үйреніп алып, кейін өзіңізде басқаларға сондай услуга көрсетуіңізге мүмкіндік бар да, басқаларға да ашып беру арқылы солай өзіңізге ақша жасасаңыз болады. Вот осы схеманы қолданудың арқасында Мадина өзіне косметиканың 12 подкатегориясына жаңағы заявка жіберіп, бірден одобрение алған болатын. Уже бұл способтардың барлығы тексерілген. Жаңағы Каспиге заявка жіберген күннің өзінде менеджерлар дополнительный қағаздар, дополнительный жаңағы чектар сұратуы мүмкін ғой, чек сұратуы мүмкін. Вот осындай дополнительный қандай запрос болуы мүмкін деген сияқтының барлығы алдын ала қарастырылғандықтан лишний сұрақ болмайды менеджерлардың тарапынан. Тек қана сіз заявканы дұрыс жіберсеңіз, сізде уже одобрение болатын болады. Жалпы осы категориялардың барлығын жеке-жеке алып қарастыратын болсақ, бұлардың каждыйы ішінде
төмендегі құнды ақпараттарын ескере отырып, каждыйына мысалы баға беретін болсақ, общий алғанда 800 000 теңгеге тұрарлық негізі программа. Сіздерге әрине арнайы ұсыныспен біз осындай 3 түрлі тарифті ұсынамыз. Бірінші тариф, бұл жерде обратный связь жоқ, бірақ бағанан бері айтылған 7 модульдің барлығы сіздерге доступный, оның барлығын алып көріп оқи аласыздар. Бірақ 3 айға дейін сіздерде сабаққа доступ болады, бірақ ол жерде, конечно, обратный связь болмайды, өздеріңіз оқып шығасыздар. Оның бағасы самостоятельный деген 100 000 теңге. Екінші тариф, ол жерде сіздерде 4 айға дейін сабақтарға жаңағы доступ болады, ал сіздерге поддержка жаңағы полностью обратный связьтің барлығы 3 ай бойы болады. Және апта сайын живой жаңағы кездесулер болады. Егерде Алматы қаласында болса, Алматы қаласында кездесу, егерде басқа қалалардан болсаңыздар, жаңағы Zoom арқылы келісе отырып, жаңағы онлайн немесе офлайн түрде встреча жасап, апта сайын кездесулер болады. Ол жерде уже сіз қай жерге келдіңіз, қандай қиыншылықтар болып жатыр, магазиніңіздің жалпы қазіргі жағдайы қандай, оның барлығы қарастырылады, және алдыға қарай қандай кедергілер болып жатыр, алдыға қарай қалай жылжу керек деген сияқты, вот сол стратегиялардың барлығы апта сайынғы кездесуде талқыланатын болады. Ал жаңағы магазинді сіз ашып, үйреніп, оның барлығына жалпы регистрация жасағанның өзіне 1 айдай уақыт кететін болса, 3 айдың ішінде сіз толықтай жаңағы Каспиде одан кейін басқа сұрағыңыз болмайтындай от и до полностью үйренетін мүмкіндігіңіз бар. Бұл тарифтің бағасы 250 000 теңге. Ал үшінші тарифтің бағасы, ол әрине жеке наставничество, ол жерде группа емес, тек қана индивидуально өзіңізге ғана отырып барлығы түсіндірілетін болады. Бұл жерде де апта сайын 8 апта бойы жаңағы жеке кездесулер болады. Одан кейін жаңағы жеке отырып өзіңізге ниша қарап, бірге товар таңдап, бірге өзіңізбен товар заказ беріп, магазиніңізге жаңағы ай сайынғы аналитикасын қарап, статистикасын қарап, алдыға қарай жаңағы пландар құрып, жеке өзіңізге барлығы от и до қарастырылатын болады. Бұл үшінші тарифтің бағасы 700 000 теңге. Осындай 3 түрлі тариф бар.